Кайырлы күн достар. Эфирге шыққанға уақытым болмады. Біз Қазақстанда Ленин комсомолының жастар одағының құрылғанына 100 жыл толғанына орай үлкен іс-шара болды. Сол кездесуге мені комсомолда жұмыс істеген ардагерлер қатарынан шақырды ұйымдастыру комитеті Қазақстандағы. 25 күні Қазақстанда бірінші комсомол ұйымының хатшысы болған Ғани Мұратбаевтың ескерткішіне гүл шоғын қоюдан басталды. Содан 28 Панфилов паркіндегі Жұлдыз мейрамханасының екінші қабатындағы жиналыс өтетін залында мерекелік кездесу жиналысы болды. Сол жиналыста 1986 жылы желтоқсан оқиғасы кезінде бүкіл Қазақстан жастарының комсомол ұйымының басында тұрған бірінші хатшы болған Серік Абдрахманов ағамыз сөйледі. Сол бүкіл осы кештің ұйымдастырудың басында тұрған комсомол жұмысын Жамбылдың жаңа фосфор заводынан бастаған хатшы болыппыз. Одан кейін комсомолда қалалық комсомолда жұмыс істеген. Одан кейін орталық аппаратта Алматыда жұмыс істеген. Одан кейін Талдықорған облысында обком комсомолдың бірінші хатшысы болған Сейдуманов Серік Турарович сөз сөйледі. Сол жерде біздерге ардагерлерге мынандай пакет берді. Ол пакеттің ішінде мынандай благодарность. Қазақстан жастарын тәрбиелеу жолындағы еңбегіңіз үшін осындай алғыс хатпен марапатталдық. Бүкіл Қазақстаннан, сол жерде 19 облыстан, бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен жұмыс істеген ардагерлер сол жерде жиналды.